менің әкемді өзінің әкесі 3 жасында әпкесі менен жездесіне берген бала болмағандықтан және өзі әжеммен ажырасқаннан мүмкін. Енді әкемнің жездесі әке ретінде өсірген әкемізді қабырға біз кімнің атынан қоямыз дейді. Ой, папаң өлген жоқ қой, әлі бірінші өлсін да, өлмей жатып сендер атына таласып жатсыңдар. Қайтесіз ол, таңғалам осы қазаққа. Қайсымен қоямыз, бірінші өліп басында, өлейін түк өледі ғой деп. Ол өлгенше басқа өліп қалама Құдай біледі. Біріншіден. Екіншіден адамға өмірін ойлаңыздар. Қандай біз сол әкеме қалай ризалығын алып қалам өлердің алдында. Атымен емес, қалай қызметін жасаймын. Аяғына массаж жаса, басын сипаны, астында жатқан простынясын ауыстыр, үстін қара, памперсін ауыстыр ауырып жатса, жақсы тамақ беріп қал, қымбат тамақтарды аузына салып қал бұл өмірде, батасын алып қал, маңдайынан сипап сүйіп қал. Міне осыны сұра. Енді өлгеннен кейін енді кімнің атын жазсаң, оның атын жаз, маңызды емес ол. Шындығын айтқанда. Енді біз кітаптарымызға қарасақ, өзінің туылған әкесін жаз дейді, анық туған. Егер екі туған, екі баққана атана, содан кейін өз атанасы төбелесіп кететін болса, сен ат жазғаннан, онда екеуінің атын жазып қоя бер. Қайрат пен Сұлтанның баласы деп қой болды. Өздері тауып алады қайсынікі екенін. Қызметін жасалтын дұрыс. Қалғаны бір нәрсе болады. Вообще уайымдамаңыздар оны. Ол жаңағы біз өлімді ойламау керек.